комплекс сандар бөлімінің 17-те 3-ші есебі. Бірінші есебінде 3 минус ай бөлінген 2 плюс ай. Комплекс сандарды бір-біріне бөлу үшін бөлшектің бөлімінде тұрған комплекс санға түйіндес санды бөлшектің алымы мен бөліміне көбейту керек. 2 плюс айға түйіндес сан 2 минус ай болады. Сонда 3 минус ай, 2 минус ай көбейтілген. Бөлшектің бөлімінде 2 плюс ай, 2 минус ай болады. Тең. Енді бөлшектің алымын көбейткен кезде бірінші 3-ті 2 минус айға көбейтеміз. Сонда 6 минус 3 ай болады. Минус айды 2 минус айға көбейтсек, минус 2 ай плюс ай квадрат болады. Бөлшектің бөлімінде қысқаша көбейту формуласын қолдансақ болады. А квадрат минус Б квадрат формуласына кеп тұр. Сонда 2-нің квадраты минус ай квадрат болады. Тең. 6 минус 5 ай. Мынау минус 1 болады. Бөлшектің бөлімінде 4 минус ай квадрат бізде минус 1-ге тең. Енді 6-дан 1-ді алсақ 5 минус 5 ай бөлімінде мынау 5-ті береді. Бөлшектің алымынан 5-ті жақшан сыртына шығарып, бөлшектің бөлімдегі 5-пен қысқартатын болсақ, 1 минус ай қалады. Келесі екінші есебі. Түбір астында 2 плюс ай бөлінген түбір астында 2 минус ай. Бұл жерде бөлшектің алымы мен бөлімін бөлшектің бөліміндегі комплекс санға түйіндес санды не істейміз, көбейтеміз. Түбір астында 2 плюс айға. Түбір астында 2 минус айға түйіндес сан түбір астында 2 плюс ай болады. Тең. Бөлшектің алымы қысқаша көбейту формуласы бойынша түбір астында 2-нің квадраты, яғни 2, қосылған 2 еселенген түбір астында 2 мен айдың көбейтіндісі плюс айдың квадраты болады. Бөлшектің бөлімі қысқаша көбейту формуласы бойынша түбір астында 2-нің квадраты, яғни 2, минус айдың квадраты. Енді ай квадрат бізде минус 1-ге тең, соны ескере отырып, біз бұл бөлшекті былай деп жазыламыз. 2 минус 1 1-ді береді, плюс 2 түбір астында 2, бөлінген 2, минус ай квадрат бізде минус 1-ді береді, сондықтан плюс 1 болып кетеді. 1 плюс 2 түбір астында 2 ай, мына жерде ай бар айтпақшы. Бөлінген 3. Келесі үшінші есеп. 2 минус 3 ай бөлінген 1 плюс 2 ай. Бөлшектің алымы мен бөлімін 1 плюс 2 айға түйіндес санды көбейтеміз. 1 минус 2 айға. Сонда бөлшектің алымында бізде 2 минус 4 ай минус 3 ай плюс 6 ай квадрат болады. Бөлімінде 1-дің квадраты минус 2 айдың квадраты болады. Тең. Мынау 6 ай квадрат бізде минус 6-ны береді, өйткені ай квадрат минус 1. 2 минус 6 бізде минус 4 болады. Минус 4 ай мен минус 3 ай минус 7 айды береді. Бөлімінде 1-дің квадраты минус 2 айдың квадраты минус 4 береді, сондықтан плюс 4 болады. Сонда минус 4 минус 7 ай – 5. 5
Бұны минус 4 бөлінген 5, минус 7 бөлінген 5 ай деп те жазуға болады. Келесі, төртінші есеп. 3 минус 5 ай, 5 минус 2 ай. 3 минус 5 ай, 5 минус 2 ай. Бөлшектің алымында бөлімінде 5 минус 2 айға түйіндес болатын 5 плюс 2 ай комплекс санына көбейтеміз. Сонда бізде бөлшектің алымында 15 плюс 6 ай минус 25 ай. Минус 5 айға 2 айды көбейтсек, минус 10 ай квадрат болады. Қысқаша көбейту формасы бойынша 5-тің квадраты минус 2 айдың квадраты. Тең. Мынау бізде минус 10 ай квадрат плюс 10-ды береді. 15 пен 25 болады ол. Плюс 6 ай минус 25 ол минус 19 ай болады. 25 минус 2 айдың квадраты 4 минус 1, яғни минус 4 береді. Бұл плюс 4 деп жазсақ болады. 25 плюс 4. Тең 25 минус 19 ай бөлінген 29. Осы күйінше қалдырсақ та болады. Келесі 5-ші есеп. 3 минус 2 ай минус 1 минус 2 айға бөлінісі. 3 минус 2 ай минус 1 минус 2 ай. Минус 1 минус 2 айға түйіндес сан минус 1 плюс 2 ай. Алым мен бөлімін осы санға көбейтеміз. 3-ті көбейтіп шықсақ, минус 3 плюс 6 ай болады. Минус 2 айды көбейтсек, плюс 2 ай минус 4 ай квадрат болады. Бөлшектің бөлімінде минус 1-дің квадраты азайтылған 2 айдың квадраты. Бөлшектің алымында минус 4 ай квадрат плюс 4 береді. Минус 3 пен ол 1-ді береді. Плюс 6 ай плюс 2 ай плюс 8 ай болады. Мына жерде 1 минус 1-дің квадраты минус 2 айдың квадраты бізде минус 4-ке тең болады. 4 пен минус 1-дің көбейтіндісі бұл плюс 4 деп жазсақ болады. 1 плюс 8 ай бөлінген 5. Бұл бізде 5-ші есеп болды. Алтыншы соңғы есеп. Минус 3 минус 7 ай. Минус 3 плюс 2 ай. Бөлшектің алымында бөлімінде минус 3 минус 2 айға көбейтеміз, яғни бөлшектің бөлімдегі түйіндеске көбейтеміз. Бірден жазылайық көбейту деп. Минус 3-ті көбейтіп шықсақ, 9 плюс 6 айды береді. Минус 7 айға көбейтсек, плюс 21 ай. Плюс 21 ай. Плюс 14 ай квадрат. Бөлшектің бөлімін қысқаша көбейту формасын қолданамыз бірден. 9 минус 3-тің квадраты минус 2 айдың квадраты. 2 айдың квадраты жазып қойып әзірше. 14 ай квадрат минус 14 береді.
9 бен ол минус 5-ті береді. Мынау екеу плюс 27 ай. Бөлшектің бөлімінде 9 минус 4. Минус 1 ол плюс 4 болып кетеді. Минус 5 плюс 27 ай бөлінген 13. Минус 5 плюс 27 ай бөлінген 13.